Сәлем, мен тоқыма әлеміме қош келдіңіздер, қыздар. Бүгін сіздерді бір ғажап, маған көп сұрақтар қояды қыздар. Сіз қандай балаларға арналған жіппен тоқисыз деп. Мен көбінесе Alize Baby Best және Bonita деген түріктің жіптерін айтып, кәдімгі официальный жарнамалаушы болып кеттім соңғы кезде осы жіптерін. Енді сіздерге бір ғажап жіппен таныстырғым келеді. Негізі мен парақшамда егерде астыңғы жағына түсіп қарасаңыздар, бұл жіптен тоқылған бір әдемі әрі оңай қыздарға арналған, кішкентай қыздарға арналған жилетті көрсеңіздер болады. Әрине бұл модельді мен интернеттен алғанмын. Мына басынан осылай басталып тоқылады және төменгі жағына дейін ешқандай бірде-бір тігіс түспей тоқылатын үлгі. Енді бұл жіпті мақтап кетейін, айтып кетейін. Мынандай Alize Baby Flower деген жіп. Flower деген ол гүл, ағылшынша білетін шығарсыздар. Мына жерде мына қыздың несінде көрсетілген. Бұл жіп 100% акрил, бірақ акрил болғанда да жұмсақ акрил. Жағымды, денеге жағымды. Балаларға арналған. Бұның 100 граммында 210 метр жуандығы. Дәл неге келеді, Alize Baby Bestке келеді бұл жіптің жуандығы. Так, несін айтам. Акрил және полиамид. Полиамид деген мынау гүлдерді жабыстыратын, жаңа гүлдерді ұстап тұратын жіңішке жіп. Мына тұсы өте керемет, маған ұнайды. Орысша арбузный цвет дейді. Бір қызғылт түстің бір әдемі түсі. Так, бұл жерде 55-61 деген түс. Мына түс. Өте әдемі. Маған осы ұнайды. Бұдан мен ондаған осындай жилеттер тоқығам. Бас киіммен де тоқығам. Өте керемет көрінеді. Мына жилеттің үлгісі. Егерде тоқыларыңыз келсе, мен қалай тоқыладığını айтып берейін. Бұл бас жағы. Бас жағы суретін мен көрсетіп қоям. Көресіздер, мынау жоғары жақта көрсетіп қоям суретін. Бұл жилет 74 ілмектен басталады. 74 ілмекті кәдімгі қарапайым әдіспен теріп аласыз. Біз тоқыма бізіңізге мен 3-ші номер немесе 2-75 деген тоқыма біздерін аламын. 75-ін теріп аласыз және 6 қатар кәдімгі орамалды тоқумен, екі жақтан да оңғып орамалды тоқумен тоқисыз. 6 қатар тоқып болған соң 7-ші қатарға келген кезде түймеге тесік шығарамыз. Тесік шығарған кезде бізде мына жерде планка болады. Бұл планка 7 ілмектен тұрады. Бұл жерде планкаға біз түйме жасаймыз, сондықтан былай жасаймыз. Мына жерде мысал үшін 7 ілмек қой бізде. Мына жағынан қараңыздар. 1, 2, 3 ілмекті тоққан соң бір орам жасайсыз, накид. Одан кейін екеуін бірге тоқисыз. Кәдімгідей просто біріктіріп, екеуінен біреу шығарасыз, және біреуін тоқисыз, және мына шетіндегі жиектегі кәдімгі кромочный, білесіздер қалай тоқитын. Сондай кромочныймен тоқимыз. Одан соң тағы да екі қатар тоқып, мынау қатарлар бізде, мына орамалды тоқумен тоқылған қатарлар 10 қатар болу керек. 10 қатар тоқыған соң негізгі өрнек басталады. Бұл негізгі өрнек, бұл есеп қой, есепті білу керек. Және мынандай бір өрім пайда болады. Осы өрім немесе жгут. Осыны тоқуды білу керек. Оны мен келесі видеода көрсетем. Бұл жерде тек қана сипаттама. Бұл жилеттің видеосын бөліп көрсетем, өйткені уақытым сондай болып тұр, тапшы болып тұр. Бұл жерде былай. 74 етіп теріп алдық. Енді оның 74-дің 14-і мынау шеткі планкаларға кетеді. Алдында планка болады 7 ілмектен, және соңында планка болады 7 ілмектен. Енді арасындағы мынау ілмектер қалай бөлінеді? Бірінші 1 ілмек болады. 1 ілмектен кейін орам, накид. Одан кейін 4 ілмек, орам. Одан кейін 3 ілмек. Оң ғой, бәрі оңғып тоқылады. 3 ілмек. 3 ілмектен кейін тағы да бір орам. Ортасында 4 ілмек. Қараңыздар, мынау жерде біреу да, планкадан кейін біреу. Одан кейін бір ораммен 4 ілмек. Бұл жерде жгут шығады. Орам.
3 ілмек, орам, жгут 4 ілмек, орам. Көрдіңіздер ме? Мына жерде 4, 3, 4, 3, 4, 3. Осылай қайталанады. Так, 4-ден 1, 2, 3, 4 рет қайталанады. 3-ден 1, 2, 3 рет қайталанады. Одан кейін арқасына келеміз. Арқасында мына жердегі 3-дің орнына 8 ілмек болады. 8. 8 ілмектен кейін мына жақта не жасадық, соны қайталаймыз. 8 ілмектен кейін тағы да орам, ортасында 4 оң, орам, 3 ілмек. Орам, 4 оң, орам, 3 ілмек. Осылай қайталаймыз да, ең соңында былай болады. Мынау орам, 4 ілмек, 1 орам, 1 оң, және 7, мынау біздің неміз. Планкамыз. Мұны осылай бір тоқып аласыздар. Бір теріс жағына келген кезде тек мынау планканың 7 ілмектері оң етіп тоқылады. Қалған нелердің ілмектің бәрі теріс етіп тоқылады. Кәдімгідей теріс. Мен өзім жаңағы әжеміздің әдісі дейді ғой, бабушкин метод дейді, сонымен тоқимын. Кәдімгідей теріс етіп тоқып аламыз. Болды. Енді келесі қатарға, мына өрнектің екінші қатарына келген кезде не істейміз? Екінші қатарына келген кезде мына жерде біз алдында орам алдық қой. Ол орамның орнына да оң болады. Сонда мына жерде 2 оң болады. 2 оң. Енді мына жерде біз мына өрнекті жасаймыз. Бұл өрнекті қазір сіздерге көрсетіп жіберемін. Бұл өрнек өте оңай. Бірінші ілмекті, бұл өрнекті тоққан кезде бірінші ілмекті тоқымай алып аласыз. Қараңыздар, бір қатарда біз орам жасаймыз, екінші қатарда өрнекті тоқимыз. Осылай кезектесіп жүре береді. Мынау бірінші ілмекті біз түсіріп аламыз да алдымызға былай ұстаймыз. Мынау ағытылып кетпес үшін. Кейінгі 3-еуін тоқып аламыз. Кейінгі 3-еуін тоқып алдық. Сөйтеміз да, мынау жаңағы бір ілмек бар ғой. Соны алып, оны да тоқып аламыз. Болды, осақ. Мін. Осақ. Мына осы өрнек. Егер жаңағы түсінбей қалсаңыздар, қайталап көріңіздер, немесе тоқтатып көріңіздер. Болды. Осылай кете бересіздер. Сөйтіп, қай жерге дейін тоқимыз? Біз мына жеңіне дейін тоқуымыз керек. Жеңіне тоқу үшін қалай есептейсіздер? Оны орамдар бар ғой, тесіктер. Соларды есептеңіздер. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Осындай тесіктен 8 болу керек. 8-ін тоққан кезде ары қарай біз жеңін тоқимыз. Жеңін мен келесі видеода жалғастырамын. Әзірше қош сау болыңыздар. Осы менің бірінші сіздерді Alize Baby Flower жібімен таныстыруым, және мына жилетімнің бірінші бөлімін аяқтадым. Сау болыңыздар. Міндетті түрде тіркеліп көріңіздер, және таныстарыңызға, құрбыларыңызға қазақша тоқыма мастер-класстар көргісі келетін, естігісі келетін, тоқыманы қазақша үйренгісі келетін құрбыларыңызға тарата жүріңіздер. Қош сау болыңыздар.